Басымнан өткен бір оқиғаны айтып берейін. Грузия елінде жүргенімізде бір грузин азаматы қалай бізге ақшаны төлемей кеткенін және оның ертесі күні келіп өз аяғымен келіп кешірім сұраған туралы айтып өтейін. Егер қызық болса тыңдаңыздар, лайкты басып аямай лапылдатып отырыңыздар достар. Біз мына жаққа Грузияға машина алуға келген болатынбыз. Сол кезде машинаны алдын ала біз таңдап қойған едік. Келместен бұрын, яғни мына жаққа келместен бұрын, әлі Қазақстаннан елден ұшпай тұрып, бір апта бұрын айтып келісіп қойғанбыз. Мына машинаны біздер аламыз, ұнап тұр деп, және алдын ала $100 ақшасы берілген болатын оған. Сол машина енді ол да сенімді болу керек, біздер де сенімді болуымыз керек машинаның тағы да басқа жаққа сатылып кетпеуіне. Сол үшін $100 олар сұрайды обязательно, міндетті түрде. Соны беріп қойдық. Енді біздер келе жатқанда тағы да айттық, осындай күні барамыз, сағат таңертең 10-да кездесуіміз керек деп. Кездесейік, сосын сол күні рәсімдеп біздер шығып кетуіміз керек кері қарата елге деп та сөйтіп айтып түсіндіріп қойған болатынбыз. Олар иә деп келісті. Жаңа машинаны сататын адам, $100 алып қойған адам келісті. Біздер кешке келіп қондық, жайғастық. Енді таңертең нешеде 8-де ма 9-да ма хабарластық. Өздері хабарласып жатқасын. Я болды, 10-да барам деді. Мәссаған 10 болды. Қайтадан соғамыз, хабарласамыз. Қазір 20 минутта барам деді. Біздер осы 20 минуты болмайды. Сағат 10 болды, шыға берейік шаруамызбенен жаңағы автобазарға қарата бара берейік деп шығып кеттік. Сол шығып кеткеніміз жақсы болған. Сағат 12 болып қалды, әует болып қалды. Қайдасыңдар? Біз күтіп тұрық қой. Я қазір 20 минут, 30 минут деді. Жарайды, жақсы дедік. Сөйтіп общем қысқасы, сөздің қысқасы сол 20 минут, 30 минутпен созып жүріп, сағат кешке 5-терде келді ғой. 5-терде келеді. Өзі ол дейтін машинаны жаңа құжаттарын рәсімдейтін жер сағат 4-тен кейін бір жер жасамайды, жаңа тексеретін жер. Сосын 5-тен кейін документтерді рәсімдейтін жер жасамайды. Олар соның бәрін біліп тұрған деп ойлаймын. Себебі сол уақытқа тақап келіпті да, жауып кетті бәрі. Ал не істейміз дейді, бәрі жауып кетті ғой дейміз. Енді не істейміз деп сосын бедейді. Маған мына машинаны алып қалды. Негізінде $11,300, $11,500 келістік қой, Біз $8,000 беріп қойыңдар дейді. Сосын машинаны алып қалды, таңертең келем, рәсімдейміз ғой дейді. Сосын біз айтамыз, досым, біз ғой саған келе жатқанда бір апта бұрын айттық. Қазақстаннан шығып жатқанда тағы да айттық. Қайта сөйлесіп отырмыз. Біз таңертең 10-да кездесіп, шаруамызды бітіріп, кешке шығып кетуіміз керек еді ғой. Сол үшін біз тағы да мына жаққа қонайын деп тұрген. Сен қазір солай деп тұрсың, жақсы, біз саған түсіністікпен қарайық. Бірақ біз сөйтіп қонайын деп тұрық. Қазір мына қонақ үйдің ақшасын, гостиницаның ақшасын төлеңіз. Біз басқа рұқсаттарды айтпай-ақ қояйық дедік. Сондағы төлейтіні жаңағы не? Сондағы төлейтіні 10,000 теңгемен салыстырғанда 50 лари ғой. Соны жақсы деп келісті, төлейміз деп. Артында балдар қол бұлғап жатыр. Төлейміз деп келісті, деді. Енді біз үшін қалатсаңдар деп. Сосын төлейміз деп келіскеннен кейін біздер осындай жерде жатыр, ең арзаны осы дедік қой. Осы дегеннен кейін жарайды, ол жерде менің таныстарым бар. Сол таныстарыма қазір звондап айтып қоям. Сосын звондағаннан кейін сендерге бара бересіңдер де, жата бересіңдер деді. Жарайды дедік, жақсы айтып қойсаң болды ғой дедік те. Сосын жүре бердік. Сосын әйда машинаны қарау басталды. Машинаны қараймыз, былай қараймыз, олай қараймыз, қызып қараймыз, жүріп қараймыз, төгіп қараймыз деген сияқты ғой. Содан машинаның бір ақаулары шыға бастады. Бір жерден свет жанды, тағы бірдеме болды әйтеуір. Сосын оны мынаны неге жасалмаған десек, мен деген манадан бері ана жерін жасаттым, мына жерін жасаттым, сіздерге кешіп қалған себебім сол деп айтпақшы. Мана соны айтты. Бірдемесін ауыстырдым, сол үшін кешіп қалдым деп айтты да. Оның бәрі артынан шықты, өтіріктері. Оны ауыстырмағаны, басқасын бәрі, оның бәрі қазір кейін айтады. Бұл мана ең бастысы мана бір свет жанып тұрды да, жүр мынаны жасатайық, жасамаса болмайды, біз ертең жүре алмаймыз ғой дедік. Жүр, жасатамыз деді, бір жерге апарды. Тағы да бір таныстарыма бір нәрсе. Сол жерге бардық, олар қарады да, ой, болады мынау менен, жүре беруге болады, саспаңдар деп. Жаңағы ішіне регулировка жетсе, ана светін сөндіртті ғой. Ол светін сөндірткен не керек? Оның да қызығы шығады қазір артынан. Содан
содан жарайды деп олар кетіп қалады. Бірақ біз $8,000 берген жоқпыз, қолдарына бермейміз деді. Машинаны өздерің білді, алып кетесіңдер ме, әлде мына жерге стайнге қойып кетсеңдер деп деді. Сол жоқ сендерге сенеміз ғой, алып қала беріңдер деді, тастап кетті. Енді неге барсақ, гостиницаға барсақ қонуға, демалуға. Ана жігіт кіргізді, айтты деді, айтты ма ана кісілер деп едік, айтты деді. Болды, онда айтса деді, бәріміз бірге бардық айтпақшы уже гостиницаға, сыртында шабақ сыртында сөйлесіп, олар кетіп қалды. Айтты ма ана кісілер дедік, айтты, болды, кіре беріңіздер, мына сіздердің орындарыңызда бейді. Önce ол не істеп кіргізді ғой енді. Болды дедік тұрсын, біз таңертең тұрамыз ғой енді, қонып шығамыз, ішеміз, таңертең тұрамыз. Таңертең тұрған кезде истаннан шығып машинамызды қыздырып жатсақ, ана ақшасын төлеп тейсіңдер ғой дейді да. Ал дейді, кеше ана кісілерден алам деп айтқан жоқсың ба, солар төлейміз деген жоқ па? Жоқ, олар деген өйтіп айтқан жоқ, анау мынау сендерден ал деп айтты дейді. Сосын айда біз сосын жынданамыз, ол жерде дейтін әңгіме дейтін ол 10.000 теңге ақша үшін емес, ол жерде оның жаңағы екі сөйлеп кеткендігі, сосын сол жерде ана неге айтамыз, администраторды біз төлемейміз, ал анадан жоқ төлейсіңдер дейді. Онда звондаған дейміз да, звондайды, анау бірдеме дырылдасып жатыр, сендер төлеулерің керек бірдеме деп. Біз айтамыз, сен ол кезде сөйтіп айтып кеттің. Жоқ, мен өйтіп айтқан жоқпын дейді. В общем, екі сөйлеп кетті. Кәдімгідей екі сөйлеп кетті да. Біз айттық онда, мына машинаңды алып қаласың, өшеге тастап кетеміз қазір. Біздің ақшамыз сал жібер дейміз да анаған. Жоқ, салмаймын, сенде кілтті таста дейді де, кілтті тастамаймыз, кілт мен деп ат. Ана төлеген алдында төлеп қойған $100 алып келесің, сосын кілтті аласың дейміз ғой. Мен сендерді қазір ұстап алам, бастарыңды жұлам, бастарыңды жарам деп аузына келген сөзді айтып жатыр да. Дедік, жақсы дедік та. Жақсы, үндеген жоқпыз, бұл жерден шетелде жүріп, олармен дауласып қалысуға таба алмайды. Бірақ бізде принципі өзімізше тұрдық, кілтін біресе бүйтіп, машинаны тастап кетіп қалдық, қайттан келдік те. Жақсы дедік, ана жігіт айтып отыр, маған енді кім төлейді, мен мына жерде жұмысшымын, азғантай ғана ақша аламын, зарплатаға жұмыс жасаймын, сондықтан да маған не болды, қиын болды ғой деді. Бір Әзербайжанда сондай жігіт екен, ойша. Сосын айттық, бауырым, біз сені аяғандықтан жақсы қазір төлейміз мынаны. Сен бәрін төлейміз, уайымдама. Просто ананың екі сөйлегендігі деп оған түсіндірдік та. Енді оныкі де дұрыс емес шығар деп, ол да ақшасын алды да қалып қойды. Машинаны айдадық та шығып кеттік үшін. Машинаны айдап шығып кетеміз. Шығып кеткеннен кейін тағы да басқа машина алуға сөйлесіп қойғанбыз, енді жатып қалғасын, тағы да бір машина алып қойық деп. Сөйлесіп қойған жерге барамыз. Сол сөйлесіп қойған жерге емес, бірінші ана адаммен келіскен кезде видеомен сөйлесіп жатады, ана иесіменен, қасында Бақытжан. Сөйлесіп жатқан кезде жаңағы бізге ақшасын төлемей кеткен кісі бар ғой, сол болып шығады ғой. Жоқ, біздер айтпақшы бәрінде шығып кетеміз, машина айдаймыз да шығып кетеміз. Шығып кеткеннен кейін жаңағы рәсімдеуге барамыз ғой енді. Ол кісілер айтты, біздің атымыздан рәсімдей беріңіздер, ол жерге барғанда осындай құжаттарды көрсетесіңдер, болды, машина дайын тұр, аласыңдар да кете бересіңдер деді ғой. Жақсы дедік, рәсімдейтін жерге барамыз, барған кезде олай жүреміз, былай жүреміз, ол жердің бәрі уақыт енді. Сосын бір несіне барған кезде ұстап қалады, мына машинаның бері жағы бар дейді ғой. Мәссаған, анау мынау емес, бір жерден бір азғантай бері жақ болды, бір 20-30 мың ба, сосын тағы бір жеріне барғанда $7,000 ақша ана машина бері жақ екен. Мәссаған, не істейміз, мына машинаның пәле болды ғой деп та енді. Өзі ремонттау керек жерлері бар машина. Лазейін салу керек әлде. Сосын барып не істедік? Ана кісілерге сөйлесеміз, ана кісілер содан кейін барып айтады ғой, мана лақтықпайды, алдық кететін. Гостиница төлемей кететін жігіт. Сондай бері жақтары бер төлеп дейсіңдер, банкіге барасыңдар, анда барасың жерде, мынандай жерге төлеу қойыңдаршы, бүйтіңдерші. Алдынан бері айтпайсың ба? Үндемей қалды да сөзді бұрып үшін. Жақсы дедік, біз өз документті бастап қойдық, жақсы дедік та. Бар банкісіне барып төледік, $7,000 тағы да бір нәрселерін бәрін шығарып алдық. Документтерін естіп, мына автоционнан барып бүткіл документті бәрін алып алдық та, айттық, мінеке документті алдық. Болды енді. Манағы енді бізге свет жанып тұрған жерін жасап бересің ғой. Оны да жасалады ғой, анау мынау оны жасамаяқты кете беруге болады, одан ешқандай қиналмай-ақ қойыңдар. Жүреді олмен жетесіңдер, даже олменен дейді, сен дейді.
Қазақстанға емес тона, Қазақстанға емес тона, неге дейін Америкаға дейін даже барасыңдар, ол жанып тұрса да ештеңе етпейді дейді. Е-мое дедік, бұлар дейді. Кәдімгі шынымен де екі сөйлейді екен ғой дедік те. Енді халықтың бәрі ондай емес, бір адам сондай кездесіп қалды. Жақсы дедік те, неттік. Сосын тағы да отырып алып басқа машина іздедік қой. Алатында, ана машина бар, енді екінші машина тағы да алуымыз керек. Машина іздейміз, сосын оның иесіменен сөйлесеміз, екінші машина тапқаннан кейін. Видеомен сөйлесіп отқанда, ана машинаның иесімен ар жағынан манағы жігіт атып шатты. Мен ғой, мына менің досым, мен қасымда отырды, сендердің дауыстарынан танып қалдым, сосын мен нетіп жатырмын дейді да. Ох, дедік. Ауылда деген, сол ауылдың бір ауылдық жердің машинасы. Ауылда деген, бұл да менің досым, анау мынау қазір сендерге нені сатып, менен машина алды деп айтып жатырмын. Алыңдар бұл жігітті, анау мынау деді. Жақсы дедік. Жақсы машина алып кел дедік. Оған дейін ана недегі бір базарда тағы да бір машина сататындар бар, солармен бірге бардық та мешітке қарай бардық. Сол барып келдік те біздің машинамен барып келдік. Сосын сол жерден в общем мана жігіттер келді. Сол жаққа келді, оған дейін аналарға айттық біздер. Мен айттым, айттық. Ана жігіттерге айттық, кеше сөйтті. Мына біреу дейтін сөйтіп өзінше сөйтті. Ақшасы төлемей кеттік, кішкене екі сөйлейді екен деп бәрін түсіндіріп айттық қой. Свет жанып тұрған жерін айтқан жоқ. Кішкене бұзық қылып берді. Үндемей сатып жібергісі келді. Мә оңбаған, оны қазір дейтін мен сөйлесем олман деді да. Енді бізге бүйтіп айтып отыр ғой енді. Я дедік сіз. Сол жерге шақырды. Неге шақырдық? Сол жаққа қарда келуге, машинасын қараймыз дедік қой. Машинаңды алып кел, айдап, сосын біз қараймыз, онан соң аламыз дедік та. Жақсы деді. Машинаны алып кетті, қасында мана кеше бізді алдап кететін жігіт бірге еріп келді. Мен келдім дейді, тұрдым қалағам дейді. Келіп амандасты да, қолымен келіп. Ассалаумағалейкум деген жоқ, бүйтіп қолын беріп амандасып отыр. Қолын алған жоқпын. Брат, не болды деді. Бар өтіп кетші арғай дедім. Қалағам түйдім дейді. Үндеген жоқ, өтіп кетті. Өзінікін түсінді дейді. Сыртта жүрген машинасын қарап отыр. Қасымда Бақытжан машинасын қарап отыр. Мен былай жүрдім, анау да былай жүрдім. Маған қарап қояды. Сосын бір кезде манағы тағы да базардан келген жігіт бар ғой. Солардың танысы ол да. Соған келіп дырылдап айтып отырды. Мына қазақ деген, мына қазақ маған деген амандасқан жоқ, сәлемді алған жоқ, өйтті бүйтті деп айтып отырды. Дедім. Сен сәлемді не үшін алмаған білесің бе? Сен кеше бізге екі сөйледің. Екі сөйлегені қандай екенін білесің, жауап бере аласың ба деп едім. Сол тұрды. Өзі түсініп қалды, өзі жынданып тұрғанды көрді де түсініп қалды да. Қолын беріп, болды. Сенікі дұрыс деп қолын берді. Қолын алмай тұрдым да, білесің бе дедім, сенікі дұрыс емес екен. Білем ғой, менікі дұрыс емес деді. Қолын алдым, сосын қолын алды да. Кетті, сол кеткеннен дейтін. Жоқ болып кетті, тайды. Жаңа документ оформлайтын жерден барды да, сол жерде жүрді. Маған көрінген жоқ, алыстан жүрді. Документ оформлайтын жасап. Кетіп қалды өзінше қасындағы көмектесіп жүргені ғой. Олар да енді екі ортада не алады ғой. Өзінің ақшасын алады мен сатып бердім, мен клиенттерін таныстырдым деген шығар. Сондай жағдай болды, достар. Айтпақшы, жаңағы машинаның жыры, одан кейін ол машинаны басқа жерге барып қаратамыз, мындай свет жанып тұрды. Мына светпенен сендер қазір жолда қаласыңдар, мынаны жасап алмасаңдар болмайды, жасатып алыңдар деп, одан сонын ұзын сөздің қысқасы 360 мың теңгеге сол жерде манағы машинаны жасаттық. Манағының былай қылып сатып кеткен машинасын. Соны жасатып, әйтеуір сөйтіп тынышталдық. Сонда айтайын дегенім, шет елде басқа жақта жүргенде кішкене қандай болып жүру керек та, сақ болып жүру керек. Негізі ерегіспеу керек, менікі дұрыс емес, кішкене оған ерегіскен. Бірақ жаңа қабағымды түйіп бүйтіп өзімше неттім. Одан да нетті ойдым, сескенді ойдым, оны біліп тұрмын, оны сескенетін. Сөйтіп кешірім сұрап қолымда алып кеткен жағдайы бар. Сақ болыңыздар деген ретінде айтып жатырмын, ерегіспей, сақ болып, дос болып жүрек бәріміз бір-бірімізбен. Бұл жақта енді бүткіл бір елді жамандап жатқанын естігем жоқ. Бұл жақ жақсы, өте керемет ел бұл. Грузия дейтін ауасы, адамдар бәрі күшті. Тек бір адамның сондай қалыптары да, ол адам бұл елге ешқандай әсер ете алмайды бір адам. Бірақ сондай адамдар барлық елде бар. Сондайлардан сақ болайық.